Мында 40 кг зат бар. Мен оны керісінше ашып қоймын. Бұл пикникте шығатын орын. Пикникте қолданатын орын. Шықты ма? Бұл жерде бізде 2 штук келіпті. Жоқ, мында да бар. 4 штук сияқты. Қыз балалар мындай панамалар. Лениндің аяқ киімі. Ленин аяқ киімдер. Коробка екен. Аяқ киімдер. Қыз балаға арналған шалбар. Да, біз қыз балаларға арналған балаларға арналған набор. Мындай кішкентай коробка. Ішінде мындай мини заколкалар. Бұл бізде мужской пижама. Үйге киюге. Мындай шортымен. Футболка. Келесі мындай ковриктар. Компьютердің астына қоюға арналған. Рейманың аяқ киімі. Ішінен 2 коробка пазл. Міне Салих саға. Міне мынандай пазлды шығарттым. Ну, бір нәрсе билет. Вау, құрастырып қойдың бананы уже. Я. Қалаш. Фирма. Қараңдар менде мынандай бір. Футбольный киім. Міне. Қалықтың ба? Я. Кик. Давай. Қалым. Я. Мындай кішкентай коробка. Бұл менің футбол жақсы көретін балама. Алда құрбан айтта подарка аламадың ғой? Я? Да. Ата бар ма? Я. Мынаны. Мынаны сам. Мынаны. Давай. Көрейік. Ішінде не бар екенін. Рональдо. Келесі ол осындай костюм. Кішкентай пакет. Қорғайды. Машина айдаған кезде қолға киетін. Үлкен коробка. Біз енді беби актив Gym Play Mat дейді. Бұл дегеніміз пикникке арналған стол. Осындай блокноттар. Оның ішіне осындай Adidas. Бізде осындай коробка. Ішінде балдарға арналған сағаттар. Шалбар. Ер адамға арналған шалбар. Деген алынған зат. Өте күшті качествода шалбар. Келесі. Кішкентай қыздарға арналған заколкалар.
Бұл нагрудниктер. Қыз балдарға арналған подарктар. Қыз балаға арналған подарктар, магниттер. Классик қара шалбарлар. Мармелад жасауға арналған ұзын пакеттер. Мармелад, мороженое сияқты. Бұл бізде Панама. Бұл бізде Blackpink дейтін Панама. Бұл бізде пижама. Ағылшынша әріптерді жазуға арналған. Бізде соңғы зат. Каталог, не дейтін еді? Коляска. Келбелік Ажар бер кел. Ажар, сыйлық құтты болсын.